Ассалаумағалейкум, амансыз ба? Аты жөнім Арман Құдайберген. Неге кезет сайты жазған аптаның өзекті тақырыптарына шоуды бастаймын. Дүниежүзілік банк кәсіпкерлікті дамытуға 11 миллион доллар бөлді. Ал оның қызығын тәжікстандықтар көрейін деп отыр. Яғни жаңа бағдарлама бойынша Тәжікстанда кәсіп ашқысы келетіндерге қаржылай көмек көрсетіледі. Ол көмектің сомасы 5000 ақш долларына дейін. Дүйсенбі таңы осындай ақпаратпен басталғанды. 2021 жылдың 28 ақпанында өтуі керек болған Оскар сыйлығын табыстау салтанатты рәсімі кейінге шегерілді. Енді Оскардың кезекті жиыны келер жылдың сәуір айының 25-інде өтеді. Коронавирус пандемиясының кесірінен кейбір фильмдердің түсірілім жұмыстары аяқталмай қалған. Сол себепті ұйымдастырушылар Оскар жүлдесіне үміткер фильмдердің тізімін 15 наурызда жариялайтын болды. Ал сіз қандай фильмді күтіп жүр едіңіз? Рой кооперативі халықты алдап жүр ме? Негізет тілшісі Рой тұтыну кооперативінің заңға қайшы әрекетін қаржы комитеті әшкерелегенін анықтады. Аталған ұйымды Орал қаласының тұрғыны басқарып келген, 2019 жылдан бері Павлодар облысында тіркелген ұйым жабылды. Жалпы 9 айдың ішінде Қазақстанның 14 аймағында 17 қаласында 22 өкілдік ашқан. Кооператив ұйымдастырушылары халыққа қолжетімді және пайызсыз баспана алуға көмек етеміз деп уәде берген. Алғашқы кіру жарнасы 180 мың теңге болса, және тағы 10 ай бойы 50 мың теңгеден беріп тұруларын айтқан. Жалпы аталған кооператив жайында толығырақ тілшіміз тарқатып жазды, оны сайтымыздан таба аласыздар. Интернетте баланы аяусыз ұрып соққан бейнежазба жарық көрді. Бұл Алматы қаласындағы нөмірі 7-ші балабақшада болған оқиға екен. Бейнежазбадан ұққанымыз бетіне бетперде киген жас тәрбиеші өзін тыңдамаған баланы желкелеп алып, құлағынан бұрап, ұрып соғып бөлек бөлмеге қамап қойған. Мұны көрген ата-аналар баламызды, оның тәрбиесін кімге сеніп тапсырдық деп шырпыр. Аталған оқиға жөнінде тілшіміз сараптама жазған еді. Жазықты жан жазасын алдыма, оны да сұрап білген екен. Толығырақ неге кезет сайтында. Жетісайлық бағбан табысын 5 миллионға арттырды. Түркістан облысына қарасты Қарақай ауылдық округінің тұрғыны алғашында ауласында қызанақ егіп, оның қорабын 2,5 мың теңгеден сатып келген. Осылайша тоқтаусыз еңбек еткен бағбан миллионерге айналды. Яғни еңбектің түбі береке екендігін тағы да бір дәлелдеп бергендей. Неге кезет сайтын оқи жүріңіздер, келер аптаға дейін аман болыңыздар. Құдай берген арманымыз орындалсын.